Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Луиза. Мен бүгін сіздермен қазақи сусын ашымықтың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін маған қажетті 1 кесе перловка, 1 кесе қолдың айраны, жарты кесе сүт және тұз қажет. Газға қазанымызды қойып, астын жағамыз. Ішіне перловка саламыз. Перловканы қызарғанша қуырамыз. Перловка әп-әдемі болып қызарды, енді су құямыз. Менде 3 литр су құйдым, енді бұл қайнайды. Қайнағаннан кейін сүтін қосамыз. Перловкаға сүтті құямыз. Перловка да пісті. Тұз қосамыз. Газды өшіріп, жылғанын күтеміз. Көжеміз жылыды, енді айран қосамын. Мұқият араластырып, жылы жерге бетін жауып 1 күнге қоямыз. Көжеміз ашиды. Сол кезде қатты ашып кетпеу керек. Ато қышқыл болып кетеді. Ашыған кезде алып, дәмін көріп, холодильникке салып қоямыз.